Шампиньон саңырауқұлақтарын дәмді етіп пеште пісіреміз. Ең алдымен саңырауқұлақтарды жуып тазалап аламыз. Үлкен болса 2 бөлікке бөлеміз. Менде 10 дана саңырауқұлақ. Соусын дайындаймыз. 1 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез, 2 тіс сарымсақ, яғни чеснокты пресстен өткіземіз. Қара бұрыш, паприка саламыз. 2 ас қасық соя тұздығын және 1 шай қасық базилик салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Енді саңырауқұлақтардың үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Кез келген формамызды алып, сұйық май жағамыз. Саңырауқұлақтарымызды салып, 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз, өкінбейсіз. Ас болсын.